Армысыздар, құрметті көпшілік. Мына келіп жеткен құрбан айтымыз құтты болсын. Менің мына мұсылмандығыма ешқандай күмәндарыңыз келмесін. Мен мұсылманмын. Әлхамдулиллах, мұсылманмын. Менің бабам Мекке Мәдинаға барған. Әкем соғыс ардагері Мекке Мәдинаға барған. Мен өзімде барсам деп армандаймын. Сол армандарым күндердің күнінде жүзеге асар деп ойлаймын, үміттенемін. Ал енді мына айтатын әңгіме біріңізге жағар, біріңізге жақпас. Жанат бақыт неге Алла жоқ деп айтты, неге Алланы жіберіңдер деп айтты деген ажиотаж болды кезінде. Енді ол мен үшін соншалықты қатты соққы болған жоқ. Мен керісінше ойланып қалдым. Менің түсінбей жүрген нәрсемнің кілті енді табылады-ау деп ойладым. Өткен мен мынаны түсінбей жүрдім. Құрметті мұсылмандар, мұсылман бауырлар, аға апалар, әні сіңлілер, мына шахадат айтуды бәріміз білеміз. Ла илаха иллаллах Мұхаммед Расулаллах дегенді бәріміз білеміз. Сол кезде менің анам да шахадат айтқан кезде былай деп айтатын. Ла илаха иллаллах Мұхаммедім Расулаллах деп айтатын. Мұхаммедім деп. Міне, менің көрген аяным мынандай болды. Өзіме де ой салғызды да, қатты ойланып қалдым. Неге бұлай болды деп. Өйткені мына азанды ер адамдар шақырады ғой. Ал мен түсімде әруақтарым, яғни менің әлемім, әруақтарым деп сөйлесек, жаңағы ұстаздардың, молдалардың түсінбестігін байқап қаласың да, осы шошынғанын байқап қаласың. Әруақтарымыз деген сөзді айтқан кезде, немесе айтып тұрған адамнан шошымау керек. Керісінше оны сұрап, анықтап біліп алу керек, неғып әруақтарым деп отыр деп. Әруақтарым деген сөз ол Құранда айтылады ғой, біз деп. Міне сол сияқты менің әлемім маған азан шақыртты. Сол калиманың бірінші жолын айтқызды. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах деген азан шақыру осындай сөздерін дауыстап, әндетіп айтқызды. Сөйтіп, мен өзім таң қалдым. Маған неме детіп, шахадаттың бірінші қатарын айтқызды. Неге маған шахадат айтқызған жоқ, неге маған азан шақыртты деп. Менің затым әйел ғой деп. Енді тіріп жан болғаннан кейін ойланасың ғой. Сол сұрақтардың жауабын іздеп, Жанат бақыт жарық көргеннен кейін, білімімен жаңағы халықтың алдына шыққаннан кейін, мен оның шет жағасын түсіне бастадым. Мына бекер айтылған жоқ деп. Демек сол аян дұрыс екен деп. Енді Алланы жіберіңдер деген сөзін көп адам, барлық мұсылмандар дейік, осы төбе шаштарымыз тік тұрып, тіке мағынада, тура мағынада түсіндік қой. Тура мағынада түсіндік Алланы жіберіңдер деген сөзін. Сөйтсек оны біз тура мағынада емес, жанама мағынада түсінуіміз керек екен. Ол қалайша? Алланы жіберіңдер дегенде, Алла ешқайда кетіп қалған жоқ. Оны біз ешқайда жібермейміз. Оны біз мешітке бармай қоймаймыз. Құранды оқымай қоймаймыз. Құранды оқымаңдар, мешітке бармаңдар, шахадат айтпаңдар деген сөз емес ол. Намаз оқымаңдар деген сөз емес. Әркім өзінің жүрегін тыңдау керек. Намаз оқисың ба, намаз оқы. Мешітке барғың келе ме, мешітіңе бар. Құранды оқығың келе ме, оқы. Жаттап алғың келе ме, жаттап ал. Бірақ мұндай нені меңзеп айтып тұр? Біздер айтамыз ғой, Мұхаммед пайғамбарымыз ең соңғы пайғамбар дейміз. Демек, осыда да үлкен
гәп жатыр, әңгіме жатыр. Ең соңғы пайғамбар болса, бізде қазақтарда бар, әрбіріміздің ата тегімізде сондай пайғамбарлық бар, сондай пайғамбарлық қасиет бар. Әрбір қазақтың түп төркінінде сондай пайғамбарлық қасиет бар. Сонда шахадат айтқызбай осы азан шақыртып тұрса, демек әрбір қазақ сол пайғамбарлықтай қасиетке ие болу керек деген сөз ол. Ол Алланы кетіріп қойып ондай емес. Кейбір молдалардың сөзін естісек, бір молданың сөзі, яғни молда дейміз ғой, бір ұстаздың сөзі есімде қалды. Ол былай дейді: пайғамбар ғой ол, пайғамбар. Ол пайғамбар болғандықтан үйткен де сүйткен. Ал біз пендеміз ғой, деп күледі да. Енді қарап тұрсақ, пайғамбарымыздың өзі айтқан ғой: маған табынбаңдар деген, маған табынбаңдар, мені ұлықтамаңдар деген. Біз пайғамбарымызға табынамыз, ұлықтаймыз, жақсы көреміз, пайғамбар туралы әңгіме айтқан кезде жылаймыз. Бірақ сол пайғамбарымыздың істегенін істемейміз. Мінекей, әңгіме қайда жатыр? Сол себептен Құран өртеніп жатса, мұсылмандарға сөз тиіп жатса, сонда әрбір мұсылман ойлану керек қой. Ойлану керек, мен не істеп жүрмін өзі деп. Құранда аят бар: ғылым іздеу әрбір адамға парыз деп. Сонда мен өзім де осы аяттың мағынасын тура мағынада түсінгем ғой. Тура мағынада түсінгем. Ойбай, мынау мен үшін айтылған аят емес екен. Мен бір академий наук, бір исторических, немесе тағы бір доктор наук емеспін, ғалым адам емеспін, ғылым іздейтін деп оны ысырып қойғым. Сөйтсем, оның мән мағынасы тереңде жатыр екен. Ғылым іздеу әрбір адамға парыз десе, демек әрбір адамға ғылым іздеу ол парыз. Әрбір мұсылманға парыз болып тұр ғой. Сонда ғылымды іздегенде, енді осыдан барып біздің Абай атамыздың әңгімесі шығып тұр. Әр адам өзі танымаса, Алланы танымайды дейді. Біздің Алламызға сөз тиіп жатса, біздің Құранымызға сөз тиіп жатса, демек біз Алланы таныған жоқпыз. Алла дейміз, бірақ таныған жоқпыз. Ал сол Алламызды тану үшін біз өзімізді тануымыз керек екен. Міне Жанат Бақыттың да айтып жүрген әңгімесі сол. Алланы жіберіңіздер деген сөзі біз Алланың мойнына мініп алғанбыз ғой. Былайша қазақшалап айтқан кезде біз Алланың мойнына, сосын Алланың достарының мойнына мініп алғанбыз. Сөйтіп алақан жайып отырамыз, томпайып, бере бер деп. Ол болмайды екен. Біз ғылым іздеп, яғни өзімізді іздеп, өзіміздің көкірек көзімізді ашуымыз керек екен. Сондай пайғамбарлық қасиетке ие болуға талпынуымыз керек екен. Міне сол үшін маған шахадатты айтқызған жоқ, азан шақыртты. Азан шақыртқанның себебі сол екен. Әрбір адам пайғамбарлық қасиетке ие болу керек. Енді сен мен пайғамбармын деп шықпайсың ғой, болса да. Бірақ пайғамбарымыздың бойындағы қасиеттер біздің әрбірімізден табылу керек екен. Сондықтан біздің Алламызды Жанат Бақыт ешқайда жіберген жоқ. Керісінше осы Құранды зерттеп, соның ішіндегі аяттарды дұрыс түсініңдер деген әңгімені айтып отыр. Мен көптеген осы ізденіп осындай бір түсінбей жүрген дүниелер көп. Соны түсіну үшін әрбір топқа кірем ғой. Ана топқа барам, мына топқа барам. Сонда менің түсінгенім, әр топ өзінікін ғана дұрыс дейді да, басқа топтікіні дұрыс емес дейді. Әрқайсысы көрпені өз жағына тартады. Қай топқа бармайын, бәрі сондай. Алланың бірлігіне шақырмайды, шақыра алмайды, шақырғысы да келмейді. Алла біреу деп қоямыз ғой, сөз жүзінде.
ал бірақ іс жүзінде Алланың бірлігіне шақыра алатын шақырған топ жоқ. Біздің Қазақстанда жоқ. Білімдермен бөлісіп отырған топтың ешқайсында мен оны көріп отырған жоқпын. Ал енді Жанат Бақыттың білімі енді ғана тәй басып келе жатыр ғой. Енді бастамасы дұрыс болып жатыр. Мұнда Алланың бірлігі бар деп айта аламын. Алланың бірлігі бар. Ал енді жүрекелі ол қыздар қандай болады, оны бір Құдай біледі. Біздің аққу сұңқарлардың миссиясы осы еді ғой деп ойланам. Әруақтардың айтқанын тура жеткізіп, тура жүріп тұрса, атаққа, мансапқа, ақшаға берілмей, пендешілікке берілмей, тура жүріп, таза тұрғанда, міне, сол кезде бәрі басқаша болар еді, халық дұрыс түсінер еді. Әзіргі күнге дейін аққу сұңқармын дейсіңдер деп жатсынады, түсінбейді. Ал енді мына қыздар, Жанат Бақыт және оның командасы қалай жүреді, қалай тұрады, енді оны уақыт көрсетеді. Бірақ бұл жерде Алланың бірлігін мен байқадым, жақсы байқадым. Әр адам өзін танымай, өзін бағаламай, өзінің әлемімен достаспай, ол Алланы танымайды, өзгені танымайды. Неге мұсылмандарға қазір тіл тигізіп жатыр? Намысың келе ма? Келеді әрине. Мен де намысым келеді. Сол Алланың бірлігіне шақыратын Алланың бірлігіне былай бас қостыратын бүкіл қазақты. Неужели бізде, ойбай, неліктен бізде осындай бір білім жоқ деймін да, соны топтастырған топ жоқ болып тұр ғой. Бар осы айтыңыздар, мен көрмедім ондай топты. Әрқайсысы өзінікі дұрыс деп шалқасынан түсіп жатыр. Біздер деген енді көлденең сызық болады, және тігінен сызық болады ғой. Біз тігінен өсіп кете бергіміз келеді да, біз көлденеңнен өскіміз келмейді. Көлденеңнен өссең, бірінші көлденеңнен өсу керек. Яғни жүрегіңді кеңейтіп, дүние танымыңды кеңейтіп отырсаң, кең болсаң, кем болмайсың деп атам қазақ дәл айтып кеткен ғой. Біз кең боламай жатырмыз көлденеңінен. Біз тікесінен өсіп кете бергіміз келеді. Біз керісінше көлденеңінен өсе білсек, тікесінен Құдай тағала өзі-ақ өсіріп қояды. Біз атақ іздейміз, даңқ іздейміз, ақшаға беріліп кетеміз, сосын жолдан таямыз ғой. Құдай енді осы жастарды жолдан тайдырмасын деп тілеймін. Сол себептен Жанат Бақыт Алланы ешқайда да жіберген жоқ. Алланы жібер деген сөзі ол біз тура мағынада түсініп, шала бүліндік. Сондықтан сол қателіктерімізді түсінетін кез келіп тұр. Енді қосымша тағы айтармын. Бүгінге осы. Құрбан айтымыз құтты болсын. Айтқан айтқа аман есен жеткізе берейік. Өзіміздің мұсылманшылдығымызға ешқандай күмән келтірмейік. Және дүние танымымызды кеңейтейік. Көлденеңінен өсейік.